Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін деген дала өте керемет болып тұр. Кеше қар деген қалың жауып, нағыз қыс болып бастады. Күн суығаннан кейін тамақты ертерек жасай берейін деп кешкі асыма кірістім. Оған дейін кешкі ас істеп тастайын дедім. Ең соңғы менің тәтті бұрыштарым перецпен қуырылған күйде осылай үстінен салып бастаймын. Одан кейін бауырсағыма кірістім. Тамақ пен бауырсағым екеуі бір уақытта пісіп, ыстық тамақ жақсы дәмді болып шықты. Негізі менің қыздарым бауырсақ пен фаршированный перецті өте жақсы жейді. Тамақ шайымызды ішіп алғаннан кейін осы тереземізді әдемілеп сүртіп алдық барлық қыздарымызбен. Қыздар деген мына Олафты аққаланы қалдыр деген соң аққаланы қалдырдым. Әдемілеп сүртіп, тап-таза ғып, бір жеңілденіп қалдым. Мен бүгін өзіме хит копилка арнайын деп жатырмын. Білесіздер, мен бұрыннан осылай жинайтынымды. Мына үй соққалы ақшаның басы құралмай кетті. Соған аз ғана сумада өзіме кішкентай шағын ғып жасап қояйын деп жатырмын. Осылайынан негізі жақсы жинай алам ақша. Ал қолымда тұрса, үйден керек анамна заттарын алып қоямын. Копилканы істедім. Бұл жолы 100 000 теңге істедім. Барлығын есептеп. Қазір менің қолымда 30 000 теңге бар. Соны салып қоямын. Өткен жолы мамамның подушкалар киген, сол берген ақшасын бірден салып қояйын деп жатырмын. $100 000 теңгеге арнадым. Мен өткен жолы миллионға арнаған, бірақ 375 000-нан кейін ашып, қыздарыма мектептің формасын алып бергенмін. Енді құда қаласа соңына дейін жинаймын деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда қызықты видеолар болады.